Жоқ, мен деген қайдан пайда болып қалдым өзі? Ё-моё, бұл деген қай жер вообще? Мәссаған. Ух, ё-моё. Мәссаған, мен деген қайдан пайда болдым өзі? Мәссаған, мен деген вообще түсінбедім. Мен деген вообще басқаша ғаламшардан тұратын едім. Бұл деген қандай ғаламшар екен, достар? Ё-моё, бұл деген қандай ғаламшар өзі, достар? Мен қай ғаламшарда өмір сүріп жүрмін? Сендер білесіңдер ме, достар? Давайте, білмеген болсаңдар, давайте жазып кетіңдер комментарияға. Егер білген болсаңдар, лайк басып, подписаться деген кнопканы басып кетіңдер. Мәссаған, мен деген енді бір жерден пайда болдым. Мен қай жерден пайда болғанымды білмеймін енді. Мәссаған, не болса да бірақ денелерім ауырып тұр. Мен деген страшно құлап түстім жерге деген. Мәссаған, мен бұл жерден деген үлкен здание көріп тұрмын. Бұл не болды екен? Маған қызық болып тұр. Давайте мен деген барып көрейін. Мүмкін ішінде адамдар бар болған болса, сол адамдармен танысып, мен деген қайда жүргенімді, өзімнің қайда жүргенімді, не үшін жүргенімді, жалпы не істеп жүргенімді білуім керек. Мен адамдардан сұрап бар емес па? Мәссаған, мен деген мына жерден екі адамды көріп тұрмын. Қазір мен барып бұлармен жақсылап сөйлесіп алайын. Ассалаумағалейкум, аға, әпке, қалайсыздар? Амансыздар ма? Мен деген бір аспаннан пайда болып жерге қарай құладым. Менің деген ішім ауырып тұр, қарным да ашып тұр. Маған көмек бере аласыздар ма? Балақай, рас айтасың ба? Сен деген бұл жерде не істеп жүрсің? Жалпы бұл деген мешіт қой. Бұл деген бұл жерде адамдар намаз оқиды, бұл жерде адамдар түзеледі. Біз де қазір мешіттен шығып келе жатырмыз. Балақай, болмаса сен біздің баламыз бол. Сен біздің баламыз жоқ, бізге как раз бала керек еді. Сен біздің баламыз болсайшы болмаса. Мәссаған, бала дейсіздер ма? Бала деген не өзі? Давайте олай болса, болсам бола салайын. Енді менің бұл жерде маған қамқоршы болатын ешкім жоқ. Сондықтан мен деген сіздер менің ата-анам бола тұрыңыздар. Енді мен өскеннен кейін бәрібір өзімнің келген жағыма қарай қайтатын боламын. Енді қайықта келгенімді білмеймін, бірақ сонда да. Олай болса, балақай, сен бізбен бірге жүр, біздің үйімізге бар. Содан кейін біз саған тамақ береміз, киім алып береміз, оқуға кіргіземіз. Одан кейін сен өскеннен кейін өзің өз жөніңмен кететін боласың. Біз саған ол көзге дейін қамқорлық көрсететін боламыз. Мәссаған, рас айтасыздар ма? Бұл деген өте керемет болды ғой. Давайте олай болса үйлеріңізге барайық. Енді мен деген қарным ашып тұр. Ал жүре ғой, балақай, олай болса біздің көлігімізге отыр. Бұл жерде көлік деген нәрсе бар. Ол көлікпен адамдар жүреді, қозғалады. Егер көлік болмаса, бұл жерде деген көлігің болмаса, сен деген ешкімге керек емессің. Мәссаған, шынымен айтасыз ба? Ё-моё, көлік дегенді бірінші рет көріп тұрмын мен деген, естіп тұрмын вообще. Балақай, енді бұл деген менің көлігім ана жерде тұр. Енді бұл деген өте мықты көлік емес, бірақ сонда да қарапайым көліктердің қатарына жатады. Енді бағасы да арзан. Енді қарапайым көлік. Өскенде мен деген жаңа көлік алайын десем, мықты киімдер киейін десем, бірақ менің деген ақшам жетпейді. Мен деген айлыққа өмір сүріп жүрген адаммын. Мынау болса менің әйелім. Енді екеуміз тұрып жатырмыз осы жерде. Біз деген мына көлік деген қазірше болады. Енді мүмкін сен өскенде маған осындай бір жаңа көлік алып берерсің. Жарайды, олай болса өскенде сізге көлік алып беремін. Олай болса. Ал олай болса отырыңдар, үйге барайық енді. Тамақ шай ішейік, қарнымыз ашып кетті. Сен, балақай, артына отыра ғой. Балақай, сен артына отыра ғой. Сен деген қауіпсіздік белгісін тағып ал, ремен деген нәрсені тағып ал. Балақай, сен деген өте кішкентай екенсің ғой. Сен деген көре алмай жатырмыз ғой біз деген. Ал олай болса кеттік біз. Ал балақай, мен саған қазір деген дрифт деген нәрсені көрсететін боламын. Ол дрифт деген өте керемет нәрсе, негізі бар емес па? Барлық балдар ол дрифтті жақсы көреді, негізі ер адамдар. Сен деген ер адамсың ғой, сондықтан мен саған қазірден бастап дрифт дегенді үйрете берейін. Міне осылай дрифт жасайтын боласың. Енді бұл көліктің алды тартады, сондықтан мен деген дұрыс дрифт жасай алмаймын. Арты тартатын көлік болған кезде мен деген мына жерден дрифтті айырып жасайтын едім. Мен деген жас кезінде осындай дрифтпен айналысқанмын. Енді қазір деген шамалы қартайдық деген білмей қалдық. Ал енді міне бұл біздің үйіміз, біздің жұмыс орнымыз осында. Біз деген осы қаладағы барлық жарықтарды біз таратып беретін боламыз. Енді жүр ағай, жүр, түсе ғой, балақай, мен деген қазір саған өзіміздің жұмыспен таныстыратын боламын. Міне мына жердің барлығы антенна. Бұл жерде біз Америка халқына біз деген осындай телевиденияларды, яғни жаңалықтарды, антенна связдарды, мегабайт соларды салып отыратын боламыз. Біздің жұмысымыз осы. Енді осы жерде біз деген анаң екеуміз осы жерде жұмыс істейтін боламыз. Енді сен де бізге көмектесетін боласың. Жарайды, олай болса мен сіздерге көмектесейін. Не істеу керегін айтасыздар ғой. Болды, олай болса, балақай, сен өте тіл алғыш балақай екенсің. Біз сені тауып алғанымызға қуаныштымыз. Енді қуанамыз сені тауып алғаныңа. Олай болса, сен деген қазір деген мына жақтағы анау-мынау заттардың барлығын жинап жүре бер. Содан кейін біз саған тамақ беретін боламыз. Жарайды, олай болса, мен деген қазір мына жақтағы мусор анау-мынау заттарды жинай берейін. Ал олай болса, мен деген енді мына жақтан қандай мусорлар бар екен, соның барлығын жинастырып, бәрін бір шетке істеп қоя берейін. Енді мен деген мына көріп шамалы өзім таң қалып тұрмын. Енді базар жоқ, мыналардың барлығын бір жерге өстіп жатқызып жинап қоя салайын. Достар, мен деген қазір все болды, жатқызып жинап қоя салайын. Так, мына жер деген өте керемет екен, маған ұнап жатыр. Бірақ бұл деген өте тар екен. Мен деген саған ана жерден мен үлкен ғимараттарды көріп тұрмын ғой, достар. Саған аспанда бір нәрселер ұшып бара жатыр. Ол деген не екен? Маған қызық болып тұр. Мен деген сол жаққа қарай барғым келіп тұр, бірақ мені ата-анам жібере ме екен? Ол жағында ата-анадан сұрап бару керек. Әйтпесе мен деген ұрысып береді. Не дегенмен олар мені қамқорлығына алды ғой. Оппа деп мына секіріп кетейікші, не бар екен көреміз. Саған ал керек болса, мынау деген өте үлкен здание екен ғой. Мынау деген өте үлкен таулар екен ғой. Қателеспесем мен деген ана таудан құлап түстім
достым ау деймін, енді мен деген қалаға баруым керек, мүмкін өскенде баратын шығармын, енді мен деген барып ата анаммен барып сөйлесіп қайтайын. Ал менің қамқоршыларым, мен деген болдым, енді сен айтқан жұмыстардың барлығын орындап қойдым, енді мен деген жатып тынығып алсам ба деп едім, мен деген шаршап кеттім. Болды балақай, олай болса жатып тыныға бер, кейін біз сені үлкен оқуға тапсыратын боламыз. Оқуға дейсіздер ме? Жарайды, олай болса оқуды кейін көре жатармыз. Мен деген қазір жатып ұйықтап алайын. Мына машинаның ішіне кіріп жатып ұйықтап алсам екен, әлде мына үйдің ішіне кіріп жатып ұйықтап ала салайын, давай ұйықтап ала салайын. Ал керек болса мен деген осындай бір ерекше зат тауып алдым, енді осы жерде жинап тұрмын. Бұл деген не екен? Мен барып ата-анамнан сұрап келейін. Мен деген ата-анамнан сұрауым керек қой, не зат тауып алсам да солардан сұрауым керек, солардың рұқсатымен істеуім керек. Себебі ол мені асырап алды. Мәссаған, мыналар кімдер тағы? Ой, менің папам мен мамамды бұлар деген ұрып жатыр ма, или қалай қорқытып жатыр ма? Мен папама не болған? Сендер айына 100 000 теңге бізге қойып тастайтын боласыңдар, әйтпесе сендер деген ұрып өлтіріп кететін боламыз. Сендер бізге деген ақша қойып беретін боласыңдар, ай сайын көбейе береді ол ақша, қарашай. Көп сөйлемеңдер, сендер деген дәл қазір бізге 100 000 теңге шығарып беріңдер, әйтпесе біздер деген сендерді ұрып кететін боламыз, көліктерін алып қоямыз болмаса. Ал керек болса достар, бұл деген мен папам мен мамама деген күш көрсетіп жатыр ғой. Мәссаған, мен деген мына балтаны тауып алдым, мүмкін бұл балтамен бұларды өлтіріп тастасам деген ақ. Достар, қалай қарайсыңдар? Давайте, олай болса сендер лайк подписканы басыңдар ма? Давайте достар, егер сендердің де ата-аналарыңа тиісіп жатса сендер не істейтіндер? Давайте, қазір мен деген бұларды мәссаған деп ұрып өлтіріп қоятын боламын. Бері кел сен қақпас, мәссаған, сендер менің ата-анама тиісіп жатсыңдар ма? Мәссаған, кел, төбелесесің ба? Мәссаған, балтамен бір-ақ ұрамын. Мәссаған, жат болды, все. Мәссаған. Балам, көп рахмет, сен болмағанда біз деген осы жерде құрайтын едік. Балам, саған көп рахмет, енді сен үлкен бала болып қапсың, ержетіп қапсың, молодец, жарайсың. Ал олай болса оқаршық, енді бұндай бандиттер келсе маған айта беріңіздер, мен смело бұларды айырып тастайтын болам енді. Ал олай болса папа, мама, мен деген үлкен адам болдым ғой, енді мен деген өсім қалаға барып шамалы қаланың тіршілігімен танысып қайтайын, сіздер деген осы жерде отыра беріңіздер. Ал мен деген енді өмірімде бірінші рет көлік айдайын деп тұрмын, мәссаған, менің қолымда жетпей жүр, бұл жерге деген бар емес па, көлікті соғып алмай айдауым керек. Ал олай болса мен деген енді осы жерге қымбат заттармен мықты күшпен келетін болам. Рахмет сіздерге мені баққандарыңыз үшін. Ал мен болсам кеттім енді. Мәссаған достар, мен деген енді кеттім, қалаға қарай баратын болам. Мәссаған, мына жерге деген полицейскийлер келіп жатыр ма? Ал жарайды, олай болса полицейскийлер келсе келе берсін, біз деген енді тез қалаға барып қайтайық. Мен деген қазір оқу орнына бара жатырмын. Сол университетке ма, колледжге ма барып, сол жерде оқып, мен деген жұмыс істеп, үлкен көлік алып, сол әкем мен анама барып, соларды қуантсам ба деген ойымда бар достар. Қазір мен деген сол жаққа қарай бара жатырмын. Мәссаған, мен деген өзі көлігімді соғып алдым. Ё-моё, енді мен деген полицейскийлер мені көрмей тұрғанда мен деген тез кетіп қалуым керек сияқты. Ал мінекей мен деген өзім армандап жүрген оқу орнына да келіп қалдым достар. Қараңдар, бұл жерде өте үлкен. Ал олай болса мен деген енді сабақ оқып шығайын мектепке кіріп. Ал мен болса университетті бітірдім. Мәссаған, арадан деген уақыттар өте зулап өте шықты ғой. Мен деген уже үлкен азамат болдым. Қараңдар, енді мен деген ата-анама барсам мені олар танымай қалайын деп тұр ғой. Менің көлігім десе әлі өз орнында тұр достар. Қараңдар, менің көлігім сол әлі соқпай жөндетіп алып айдап жүрмін қазір деген. Ал қазір мен деген досымның үйіне бара жатырмын. Ол досым деген осы маңайларда тұрады. Енді ол досым өте бай. Сондықтан мен қазір сол досым үйіне барып сонымен бірге қаланы қыдыратын боламыз. Ал мінекей мен деген досымның үйіме де келіп қалдым. Все, көлікті енді осы жерге қойып қоя салайын мен деген. Ал енді досыма барып досымның хал жағдайын сұрап келейін енді. Ойбай, ё-моё, мен деген бір нәрсе шағып алды ғой. Ойбай, ё-моё, мен деген қолымды бір нәрсе шағып алды достар. Айбай. Ё-моё, бұл деген не бәле болды? Мәссаған, мен деген бірінші рет бір нәрсе шағып алды. Бұл деген өмірімде болмаған еді. Мен қазір досыма кіріп сұрап келейін не болып жатқанын. Так, досым, сені деген бір нәрсе шағып алды дейсің ба? Ол мүмкін кене болуы мүмкін, болмаса жәндіктер болуы мүмкін, болмаса өрмекші шағып алуы мүмкін сені. Егер сен өрмекші шағып алатын болса, сен өрмекші адамға айналып кетесің. Қош, шынымен ба, өрмекші адамға айналып кетесің дейсің ба? Ол деген не тағы өрмекші адам деген? Өрмекші адам деген ол Человек-паук деген нәрсе, яғни орысша атауы. Ол деген қолынан паутиналар шығып, әр жерге ұшып жабысып, сондай жүріп кете беретін бір ерекше күш. Мәссаған, қош, шынымен ба? Мен саған досым өтірік айтпаймын ғой. Егер өтірік айтатын болсам, мен деген сенің досың болып несіне жүрмін? Бірақ ол деген шын өмірде болмайды, оны қайталап жүрмеңдер достар. Егер сендер қолдарыңды өрмекші шағып алатын болса, сразу дәрігерге көрініңдер. Тағы да Человек-пауққа айналып кетеді екенмін деп өрмекшіге шақтырып жүрмеңдер өздеріңді. Ол деген сендердің өмірлеріңе зиян. Все, олай болса досым, көп рахмет. Мен деген енді тез барып дәрігерге қаралайын. Мүмкін мен деген сол өрмекші шаққаннан уланып қалған шығармын. Ал енді мен деген дәрігерге тез барайын. Что-то менің басым деген айналып тұр, қолдарым дірілдеп тұр бар емес па? Енді мен деген дәрігерге тез бармасам, қазір деген мен басым айналып, что-то жүрегім айнып құсқым келіп тұр достар. Ё-моё. Жоқ.
мәссаған маған не болған мен деген что-то ешнәрсе болған жоқ қой маған деген мен что-то өлген жоқпын ғой мәссаған мына көліктегі адамға не болды екен ол көлік қайда кетіп қалды вообще түсінсем бұйырмасын ал керек болса достар менің деген көлігім быт болып кетті енді мен бұны қалай жөндеп алсам болады түсінсем бұйырмасын е-мое что-то менің деген жыным шығып тұр бар емес па мына көлікті ұрсам мәссаған достар менің деген күшім өте көп болып кетіп шынымен де өрмекші адамға айналып кеткен сияқтымын достар қараңдар мына көлікті деген мен деген липошка қылып тастадым мәссаған енді мен деген бұл көлікті бүйтіп ана жоғары қарай жабыстырып қоятын боламын мәссаған достар мен деген шынымен де жоғары қарай жабыстырып қойдым мына адамды да алып жоғары қарай жабыстырып қойсам ба деген ойда бар енді бірақ қойшы жабыстырмай ақ қоя салайын оны енді мен деген шынымен де өрмекші адамға айналып кеткен сияқтымын достар күчау деп жүре беремін ба сонда мен деген ал кеттік ал сексеп көрейік өзіміздің күшімізді деген мәссаған достар мен деген стеналарға жабысып жүрмін ғой кәдімгідей достар мен деген өрмекші адамға айналып кеттім енді мен деген супер адамға айналып кеттім бәсе мен деген өзім что-то бір мен деген кәдімгі адамдардан что-то ерекше екенімді өзім баяғыда байқағанмын олай болса мен деген кеттім жаман адамдардан құтқарайын өзімнің күшімді дамытуым керек ал енді арадан жылдар да өтті мен деген әлі үйге барған жоқпын енді мен деген үйге баруым керек еді менің жасым уже 35-ке келді менің папам мен мамам не істеп жатыр екен барып соны барып біліп қайту керек еді негізі бар емес па мен деген қазір енді өзім деген өрмекші адамның киімін киіп жүрген жоқпын себебі мен деген адамдар жолда танып қойса мен деген суретке түсіріп қайта мазамды алып жатыр сондықтан мен деген осындай қарапайым киіммен осылай жүріп жүрмін енді достар мен деген енді шамалы қартайдым менің күшім кетті енді өрмекші дұрыс бола алмай жатырмын сондықтан мен деген енді шамалы үйге қайтып сол папам мен мамамның қасында боламау деймін не енді мен деген осы 35 жасқа дейін жұмыс жасап біраз ақша жинап қойдым енді сол ақшаға барып өзім көлік сатып алатын боламын дәл қазір ассалаумағалейкум бауырым сен ба осы көлікті алып кетемін деп звондаған біз деген сені күтіп отырмыз жаңадан бері я мен ғой осы көлікті алып кетемін деген енді ақшасы қанша болады бұның ақшасы деген 55 миллион теңге болады давай 55 миллион теңге бер содан кейін алып кете бер мәссаған 55 миллион теңге дейсің ба менде 55 миллион теңге жоқ бірақ бұл көлікті деген былай алып кетсек қалай болады егер де мен деген сені фучук етіп жоғары қарай қадап тастасам все болды енді бұл көлік менікі достар все давайте отырамыз да енді мен бұны көтеріп алатын боламын да өзімнің ауылыма алып кететін боламын папам мен мамам қасына ал мінекей енді үйіме де келдім енді папам мен мамамды көруім керек мен деген папам мен мамам қайда екен менің ё-мое көрмегенге де біраз болып қалды мәссаған мына жерде вертолет деген не істеп жүр мен қазір сол вертолетке мініп алатын боламын достар анау достар мен деген вертолетті ұстап алдым қазір мен деген бұны айландырып жіберетін боламын давай айналып кет давай достар бар күшпен айландыратын боламыз қазір вертолетті мәссаған бұл деген жарылып кетті ё-мое достар менің бір түсінбегенім менің папам мен мамам қайда кетті екен ё-мое оларға не болды екен маған сол қызық болып тұр бар емес па мен деген енді соларды тауып алуым керек болып тұр қалай болса да оларды көрмегенге де біраз жыл болды негізі бар емес па 30 жылдан асып кетті негізі оларды көрмегенге мен деген студент болдым одан кейін осындай үлкен адам болдым енді әлі көрген жоқпын оларды деген так достар мен деген өзімнің папам мен мамам тапқан сияқтымын ё-мое олар деген мына жерде отыр екен ғой мәссаған бұлар деген кәдімгідей қартайып кетіпті ал саламатсыздар ма мені таныдыңыздар ма жоқ балам сені танымадық сен кім боласың өзі жоқ балам сені танымадық сен кімсің өзі біз сені деген танымай тұрмыз бұл жерде мен сіздердің баяғы балаларыңызбын ғой кездеріңізде есіңізде ма мені деген тауып алып алған едіңіздер ғой сіздер деген балам сен деген өсіп кетіпсің ғой молодец жігіт болып қалыпсың ғой сен деген балам молодец сен деген өсіп кетіпсің енді бізде деген біздің қасымызға келмедің сен деген содан кейін сені қайтыс болып қалды деп ойладық та содан кейін сені ұмытып кеткенбіз ғой жоқ мен деген тірімін енді мен сіздерге деген үйлеріңізге өте үлкен көлік әкеліп қойдым сізге папа сізге әкеліп беремін деген едім ғой сондықтан мен сізге көлік әкеліп қойдым енді болды мен деген өзім әлемге кете берсем болатын шығар мені деген босатыңыздар енді болды балам смело кете бер мынау деген бочка тат деген смело кете бер енді жолың болсын бақытты бол ал олай болса кеттік енді біз деген достар осымен видеоны аяқтайтын боламыз келесі кездескенше сау саламат болыңдар күчау